сол бойда анықтаған арнайы бұл Махамбет ауданында Сартағой ауыл деген жерде болған, жаңа өзіңіз айтып отқан, былай айтқанда Пішен деген атты жаңа итіміз ғой, кезінде дамбы құрылысында мынау әлеуметтік желілерде көп жаңағы көрсетіліп жүрген жаңағы итіміздің бірі. Бұл жағдай қалай болған, Айнұр? Бұл 28 қараша күні болған жағдай. Ол жерде жаңағы сол ауылдың тұрғыны арыз шағым береді, себебі өзінің үйіне кіре алмайды, үйінің қасында бұралқы иттердің жүргені туралы, және сол бойынша жаңағы мамандар келіп, осы итті аулау бойынша, уақытша ұйықтату бойынша жаңағы қалай дейміз, дротиктармен жаңағы атат, соның артынан енді жайықтың жағасынан жаңағы сол Пішен деген иттің жаңағы өліксесі табылған. Қазіргі таңда, Айнұр, бұл факты бойынша арнайы қазір қайлай деп айтсам, қызметтік тағы басқа тексерулер жүргізіліп жатыр. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, біздің өңірімізде негізінен мысалға бұралқы иттерді аулау барысында бізде мынау заңға сәйкес біз мысалы ұйықтатып, сонан кейін ол агрессивті жаңағы оны иелері болмаған жағдайда мысалы жойылады, а басқа уақытта жаңа өзіңіз айтқандай стерилизациядан өтіп қайтадан ортаға қайтарылып отырады. Сондықтан қазіргі бұл болған жағдай бойынша арнайы тексерулер аяқталсын, сонан кейін қосымша сізге жауабын береміз. Себебі қандай болған?